Құрметті ата-аналар, сәл сал. Ол таза беспредел солай ма? Сендер бұны қайдан ойлап таптыңдар? Неге енді ғана айтып жатсыздар? Балаларға тестті қайта тапсырғызуға ешқандай құқықтарыңыз жоқ. Өздерің айттыңдар ғой, ешқандай дәлеліміз жоқ деп. Біз бәріміз жиналып, жалып жазамыз сендерге. Құрметті ата-аналар, тыныш. Расымен, талапкерлердің заңды бұзғанының ешбір дәлелі жоқ. Алайда, бүткіл сынып 140 балалды енді ол миға қонбайтын дүние. Бұл енді шынын айтқанда тіпті мүмкін де емес. Келісемін. Мен осы мектепте жұмыс істегеніме бақанда 20 жыл болды. Ал мынандай сыныпты мен көрген емеспін. Үлгерімдері нашар, тәртіптері одан да нашар. Сабаққа келмейді, төбелеседі, скандалдан скандал. Ал мына қылықтарың тіпті шектен шықты. Қасықтап жинаған мектептің абыройын айрандай төктіңдер. Айналайындар ау, бұған сендердің мына миларың қалай жетті? Нұржамал ашықпасар қыз. Сәл сабырсың. Расымен, миларың қалай жетіп жүр, Не айтып жатсыз, пап? Ал енді біз қайта тапсыруды талап етпейміз. Оған ешбір негіз жоқ. Сондай-ақ полиция қызметкерлерін шақыруға да біздің хақымыз жоқ. Алайда біз ішкі тергеуді жалғастырамыз. Ертеңнің өзінде мектепке инспектор қызметін атқаратын өкілін жібереміз. Сондықтан бүкіл мұғалімдер оған көмектесу қажет. Ал енді ата-аналарға ескертерім. Егер балалар кінәсі мойындалса, яғни дәлелденсе, онда оларды өте ауыр салдар күтіп тұр. Назарларыңызға рахмет. Дұрыс. Ұбытыны қайтадан науға тапсырайық бәріміз. Ең сорақысы мені және мұғалімдерді сендерге көмектесіп жатыр екен. Бұл өте ұят нәрсе. Апай, ашулана бермеңізші. Оданша басқа директорлардан үлгі алып, бәрімізге бір квартирадан берсеңізші. Зидан, тыныш отыршы. Ертең бәрі ашылғанда қалай күлетіндеріңді көреміз әлі. Сендер түсінесіңдер ме, а? Бұл қылмыстық іс. Кеш болмай тұрғанда. Мойындаңдар. Мойында! Қайырлы күн. Менің атым Қырықбаев Дәурен Асқарұлы. Сіздердің іс бойынша тағайындалған инспектормын. Сіздерді ескертпеп пе еді не? Ескертті, бірақ инспектор сен екенін білмедік, Дәурен. Бір-бірімізді құрметтеп, сіз десек жарай ма? Байқасам, 15 жылдың ішінде мектептің жағдай біраз нашарлапты. Ұлттық бірыңғай тестілеу түлектердің білімін объективті бағалауға бағытталған. Нәтижесінде талапкерлерге жоғары оқу орындарынан мемлекет тарапынан грант бөлінеді. Жыл сайын мыңдаған бала сол грант үшін тестке дайындалады, барын салып оқиды. Ал мен бар күш жігерімді осы гранттардың жүйені айналып өтпек болған бір топ бұзақыға бұйырмауын қадағалаймын. Вот осы дұрыс ағай. Егер хулигандарды тапсаңыз айтыңыз, мен өзім сізге көмектесем. Зидан. Толық келсем, Дәурен. Асқарұлы. Дәурен Асқарұлы. Бізде бәрін анықтағымыз келеді. Біздің мектептің ешбір қызметкері бұл іске қатысты емес деп айта аламын. Оны әлі анықтаймыз. Бірақ осы іске қатысы бар әрбір адам тиісті жазасын алады деп уәде беремін. Сыныптың жартысы кәмелет жасқа толған, сондықтан
барлық қаталықпен жауап бересіңдер. Нұржамал Ашықосарқызы, мен балалармен өзім жеке сөйлесем деп едім. Және маған кеңірек орын керек. Свиданиеміз порожняк өтіп отқан сияқты, Зидан ғой, дұрыс па? Иә, дәл өзі. Ал. Айта бер, Зидан. Нені айтайын? Ұбытыны қалай тапсырғанды? Ол енді ұзақ әңгіме ғой. Сізге ағай қаншалықты подробно айтайын? Қаласаңыз, мен кішкене подробно айта аламын. Қаласаңыз, нормально подробно айта аламын. Или давайте прям подробно айтайын ба? Өзіңе қалай ыңғайлы? Онда 11 жыл бұрын менің әкем мектепке алып келді ғой. Сол кезде бастап айтайын, иә? Оны қоя сал. Маған соңғы 90-дардың қызық. Негізі өте қате жасап жатсыз. Талай приколдан қалып жатырық. Іске кірсейік. Жарайды. Далада сәуір айы болады. Құрметті, қымбатты 11-ші Б. Сендерді соңғы оқу тоқсанның басталуымен құттықтаймын. Иә, 1-2 айдан кейін сендердің өмірлерін күрт өзгереді. Алда сендерді талай қызықтар мен қуаныштар күтіп тұр. Әрине, мектепті бітіргеннен кейін жолдарыңда қиыншылықтар күту мүмкін. Алайда сендердің барлықтарың оларға төзетіндеріңе шын жүректен сенем. Апай, тура пятиклашкаларға сөйлегенде болдыңыз ғой бізге. Иә, себебі кейбірлерінің білімдерін 5-ші сыныптың деңгейінде қалып қойған Зидан. Енді жақындап қалды балалар. Ал көрсеткіштерім тым нашар. Отыра беріңдер. 11-ші Б. Жаңа сыныптастарың Ерғожа Асан. Асан, отыра ғой. Бос орынға отыра ғой. Енді ұбыты жайында. Нұржамал Ашықосарқызы, біз дәл қазір сол туралы сөйлесіп отырмыз. Жақсы бопты. Нәтиже өте төмен. Мен сендер сияқты нашар сыныпты өмірі көрген емеспін. Шынымды айтсам, мектептің абыройы үшін
мына сыныптың тең жартысын тестке қатыстырмас едім. Өкінішке орай ол менің қолымда емес. Қуантатын жалғыз Садраддин. Задрадин. Әй, Зидан, сен тыныш отыр. Ең нашар оқушылардың бірісің. А сіз мен үшін уайымдамай қойыңыз, апай. Мен бәрібір опытты тапсырмаймын. Жақсы болды. Айтпақшы дәмелі. Ең болмаса соңғы 90-да оянатын шығарсың. Ағаңа ұқсап сенің де суретің құрмет тақтасында ілініп тұрады деп ойлаймын. Жинал, әлі уақыт бар. Әкең саған көмектесуді тапсырған. Басқа айтарым жоқ. Зидан, ойынды өзгерткен жоқсың ба? Мүмкін тапсырасың, тестілеуді. Апай, қашанға айтам, маған универ керек емес. Менің ағам баяғыда өзінің логистикалық компаниясына жұмысқа алған. И айтпақшы, егер сізге жеткізу керек болса, номерімді білесіз ғой. Дұрыс әрине, бірақ сонда да ертең не боларын білмейсің ғой сен. Сенің орныңда жоғарғы білім туралы ойланып көрер еді. Жарайды, онда ойланайын, Кетермін, артта жазған сөзім қалар. Ой, болды, Зидан. Асан ғой, Мүмкін өзің туралы айтарсың бізге, танысамыз. Обязательно ма? Жоқ, қалауыңша. Жақсы бопты. Онда бастаймыз, Әкесі ықпалды бизнесмен болған баланың соңғы 90-да элиталық мектептен көшіп келгені қалай болды? Қатты маңызды ма сол? Мен маңызды деп ойлаймын. Білесің бе? Сен ауысып келгеннен кейін аралық нәтиже күрт өсіп кетті. Бұған не себеп болды деп ойлайсың? Нұсқан бар ма? Білмедім. Бәлкім мен тым дарындымын, тым білімдімін. Басқа балалар мен сияқты болғысы келеді. Сонымен қоса, мен адамдармен жақсы тіл табыса аламын. Мира, анау сабақта... Қыздар тағы біріне айтайын ба? Ана асыныбынан Баян мен Тимур ақыры жүріпті ғой. Да. Оны қайдан білесің? Ана каникулда парк жақта жүрсем, еке қол ұстасып жүр ғой. Жібек, может, мазасын алмайсың олардың таң атпай өсек айтып? Кетші, милый. Ладно. Тоқтай тұршы. Ау. Бош. Ана новенькиймен сөйлестің ба? Жоқ, Вроде симпатичный. Өзінше какой-то. Мен таңертең қандай тачкамен келген көрдім. Біз бүкіл почкамыз сатсақ та, ол машинасын сатып алмаймыз. Чё там, Ая? Татау мықты ма не? Айттым ғой саған студент жігітіңмен асықпа деп. Енді қандай мажорик келді? Зидан, менің жеке өмірім не твое дело. Поэтому аузын жауып жүр, түсіндің ба? Да. Түсіндің ба? Түсіндім. Сол. Я бұндай болар. Демала алмай жүр ма? Че-то милый. Демалтайық та. Сонда апай бұл теңдеуде Y пен X табу керек, Дұрыс. Енді ары қарай шешпейсің бе? Ары қарай қалай шешем? Басыңмен шешесің. Жан, бұл алтысын атырауға емес, ақтауға шура, хорошо? Әй, Зидан, қайда отырғанды ұмытып қалдың ба? Сабақта отырмын ғой, апай. Енді тыныш отырсаңшы. Арман, не болды, шештің бе? Шеше алмадым, апай. Ой, отыр. 4. Кім шығарады? Сені білем ғой, Садраддин шығара алатын. Дәмелі, шық тақтаға. Шығар ананы. Дәмелі дейін.
апай мен шықпай қойсам бола ма? Ай, шығуыңа тура келеді. Ана бағаларын түзеуіміз керек. Бол. Болсаңшы. Дәмелі. Ау. Борда. Апай мен шығара алмаймын, қалай шығаратын білмеймін. Мүмкін басқа есеп берерсіз, апай мынау расымен де қиын екен. Ей, тыныш отыршы, білгішсің бе? Өзім білем. Ай, 10 жыл бойы үздік оқып, енді бітіретін жыл сені құдай атты ма? Не болды саған өзі? Білмеймін. Отыр. Алдағы еңбектерің үшін ғана мен саған 5 деген бал қоям. Білейін апай, маған неге 4, Дамелеге 5? Аз болса 2 қойып берейін. Ол маған қиындық тудырмайды. Бәрі дұрыс па? Иә. Сен мынандай мысалдарды шеше аласың ғой. Ал. Кім шығарады? Кім шығады тақтаға? Ал, Садрадин шық. Мен олардың бұны қалай істеп жүргенін білмеймін. Білгім де келмейді. Мен сыныптағылармен араласпаймын. Не үшін екенін білесіз ба? Өйткені олар қалай айтсам екен? Ақымақтар, жалқаулар. Былайша айтқанда бала өспеген. Бірақ мен өз балдарымды өзім жинаймын. Солай болған күннің өзінде. Мүмкін сен олар жайлы бір жерден естіген шығарсың, жоқ әлде оларды көрген шығарсың сыныптан. Дәулен Асқарұлы, мен мектепке не үшін келемін? Сабақ оқу үшін. Басқасында мен шаруам жоқ. Наконец-то. Каникулдан бері күткен сабағым осы еді. Өнеміз ба? Чё там новенький? Кеси баскетбол ойнаймыз. Или чё, формаң жалқы ма? Осы новенький де бар ғой, бір күн сындырып сетпесек. Тым өзіне көп алады ше. 11-ші Б. Барлықтарың киімдеріңді ауыстырып, қайтадан басты корпусқа барасыңдар. Биыл енді сендерге дене шынықтыру сабағы болмайды. Оның орнына ұбытуға дайындаласыңдар. Апай, сіз прикол ұстап тұрсыз ба? Зидан, прикол деген сенің 11-ші сыныпқа жеткенің. Нұржамал Ашубасар қызы. Заң бойынша бізде аптасына 3 сағат дене шынықтыру өту керек. Задрадин дұрыс айтады, апай. Болды, Зидан. Садрадин, сенің енді заңды құрметтегенің өте жақсы, бірақ мына сыныптастарыңа қосымша дайындалу керек. Ал менде дене шынықтырудан освобождение болса, мен қосымша сабақтарға бармай қойсам бола ма? Жібек, сен немене ең ақылдымын деп тұрсың ба? Рамазан Амангелдіұлы сендерді тарих кабинетінде күтеді. Болды, басқа айтарым жоқ. Барыңдар тезірек. Истеричка. Базар, әпші басар қызы. Тоқтаңдар. Кестеде дышы деп жазылып тұр ма? Значит, дышы болады.
айтшы. Не үшін? Ең бастысы қалайша? Оқу үлгерімі төмен, тәртібі нашар, болашақта блогер болуды армандайтын адам 1.90-ның ішінде оқуын жақсартып, ең жоғары бал алды. Дәурен ағай, Сізге неше жас? 300, что ли? интернетті ашып қараңыз. Қазір миллион туториал бар. Любой индус 3 минуттың ішінде қалай атомный реакторды үйге құруға болатынын айтып бере алады. Оңбағандар, бұл не деген сұмдық, а? Не деген масқара? Мектепте қанша жыл жұмыс істеп жүріп, мен мұндайды көрген емеспін. Вот, әбден бетімен кеткен тәрбиесіздер. Не бопты сонша? Сіз өзіңіз емес па айтқан тарих кабинетіне барыңыздар деп. Біз ойлап қалдық, дөші тарих кабинетінде болады деп. Солай емес па? Болды. Енді менің шамам жоқ. Егер доп тепкілерің келсе, тебе беріңдер. Егер сендерге өздерінің білімдерің маңызды болмаса, маған неме керек, а? Қарлығаш, ертең мыналарға байқау тестін өткізесің, білімдерін тексереміз. Ал сіз мына кабинетті ретке келтіресіз. Жинаңдар, мен бе? Сен. Жарайды. Құрметті сыныптастарым, сүйікті мектебіміздің алғашқы күннің аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Пока! Пока, завтра один. Мен сенің орнында болсам, сабаққа кедергі жасап, бала болмай болашағымды ойлайтын едім. Все хорошо, мам. Болашағымды ойлаймын. Күлкілдеп тұрсың ба? Да. Өссеңдерші кішкене. Мам, кешке монтаж жасап қойшы, пожалуйста. Жеген балаң аты? Асан ғой. Асан, точно? Асанчик. Че там, Асанчик? Қалайсың? Сен осы, брат, необщительный сияқтысың, ше? Ни салам, ни алейкум. Давай хотя бы на прощание обнимемся, а? Нет? Понятно. Получается, сонда бізде заряженный машина болмаса, біз сонда адам емеспіз ғой, ә? Жай ғана второй сортпыз ба? Заметь, не я это сказал. Тоқтай тұршы. Апайлар қарап тұр. Не болды, жылай бермеші. Қалжыңдап жатыр. Көріп тұрсың, он непростой. Заева жазып жүрсе та. Че жазбайды. Нормально бала. Кетіп жүр. Чё творит новенький? Ужасно. О, қойш, қызық қой. Дәмелі? Сәлем, пап. Бірінші күн қалай өтті? Бәрі жақсы. Математикадан 5 деген жақсы баға ма? Мен сайттан қарадым, ескі жүйемен есептегенде 3-ке де жетпейтін баға. Пап, мен бәрін түсейм. Сен өткен 90-да да солай айтқансың. Бар сабағыңды оқы. Келдім, әже. Келе ғой балам. Кел. Ей жарығым сол.
Бірінші күнің қалай өтті? Керемет, жақсы бәрі. Мамаң да хабарласты. Бәрі жақсы дейді. Ақша жіберді. Сен онымен қашан сөйлеспең? Ой, білмеймін, 3-4 күн бұрын шығар. Әже, көмектесінші. Жоқ, болып қалдым. Сен одан маған скрипкада ойнап берші. Көп болды ғой қолың ұстамағаның. Жоқ, әже, шаршаптым, может, кейін. Күні бойы ас үйден шықпаймын. Сонда да бір кішкене музыка тыңдауға болмай ма? Жарығымсың. Ойнай ғой. Ойнай ғой. Пап, посмеялись и хватит. Миана, гадюшеньке бір күн шыдамаймын, не то что екі ай. Сәлем. Асың дәмді болсын дегенің қайда? Сейчас не до любезностей. Болды, өз сабағымды алдым, бәрін түсіндім. Там невозможно находиться. Еще как возможно. Енді көресің, адамдардың қалай өмір сүреді екен. Егер қырсықпай, менің тілімді ал. Төбелеспегеніңде, ол гадюшникте болмасаң. Болды. Иә, ұқтым. Сабағымды алдым, мен мектебіме қайтаршы. Не? Тағы бір класстасыңды больницаға жатқызбақшысың ба? Мен ол жақта бәрін реттеп қойдым. Рахмет айт соған. Пап, сен походу мені түсінбедің. Сен мені түсінбедің. Вот мектепке барасың, енді тапсырасың, өзің тапсырасың. Университетке түсесің, ақылың жететін жерге. Ал қалғанын көреміз. Ал оғанға дейін өзі болың өзіңе. Үй әпердім, көлік әпердім. Ақшаң класстастарыңа 5 жылға жетеді. Так что мамаң алдында менің арым таза. Надо ж, маму вспомнил. Білмеймін. Жаңа қатын тауып алдым ғой өзіңе. Пошел вон. Жене привет передавай. Мәке, бір келісімге келсек, осы айдың аяғына дейін келісім шартқа отырып, нысаны да уақытынан бұрын өткізетін едік. Енді ол жерде тек құқықтық мәселелер ғана қалады ғой, реттейтін болды. Түсінікті Қайырген. Осы мен бүгіндікке жұмыс туралы сөйлеспей қойғыш. Жарайды. Айтпақшы, Дәмеле, қай мектепте оқисың? 1281. Кәдімгі общеобразовательная? Ода тұрған не бар? Мәке, қазір жекеменшік мектептердің бәрі одни панты білесің. Бұл мектепте мен өзім оқығам. Сондықтан балаларым да мен өткен жолмен өтсін деп, әдейі сол мектепке беріп отырмын. Мықты. Одан жаман болған жоқ, үлкен ол Францияда оқиды. Университетке де өз күшімен түсті. Бізден бір тиын сұраған жоқ. Ол молодец екен. Өзіме тартқан. Ал сен ше, Дәмеле, немен мақтана аласың? Ешнәрсемен. Қызымыз сәл ұялшақтау. Әйтпесе өте өнерлі, талантты, жан жақты, музыкамен айналысты, көркем өнер мектебіне де барды. Спортқа да бердік, жүзу, гимнастика. Я қызым? Тіпті неше түрлі жүлделері де бар. Сабағының нашарлап кеткені болмаса. Мынау бұтыдағы алдын ала тестілеудің нәтижесіне көңіліміз толмай отыр. Оған ұбыту не керек? Шетелге оқу түсу үшін ол қажет емес қой. Керек, Мәке. Міндетті түрде тапсыру керек.
Мына ағасы сияқты осы қаладағы ең үздік түлектердің бірі болу керек. Ең жоғарғы балл 140-тың 2 балл ғана жетпей қалды ғой ағасы. Сондықтан мен балаларым алдын қатарда болған қалаймын. Ұстанымым сондай. Ой, қош қайреке. Қыз бала ғой. Қыз мұраты кету. Басы жақсы жігіт жолықса, бақытты болса болды емес пе? Өзі де көрікті. Иә, сұлу болған жақсы ғой. Бірақ ақыл болмаса, сұлулықтан не пайда? Мен бұл қыздан ең биік нәтиже күтем. Мен тұра берейінші. Сен қайда қызым? Сабақ оқу керек. Ренжіп қалды ма? Тамақта жемеді ғой. Ештеңе жоқ, оқысын. Тамақтан ала берме әке. Шай құй. Ал, сүйікті 11-бі, ұбытуға қаншалықты дайын екендеріңді көрейік. Нәтижелерің алдыңғыдан да нашар болатынына толық сенімдімін. Сіздің қолдауыңызды бағалаймыз, апай, рахмет. Бастай беріңіз. Ал балалар, сәттілік. Зидан, құрт телефоныңды. Шеф, шеф. Ая, алып тастаңдағыны, тез. Бол. Балалар кішкене тездетеміз. Жарты сағаттарын ғана қалды. Сосын тест нәтижелері күнделік енетін туралы ұмытпаймыз. Дамили, тоқташы. Қайдан провожу? Саған жетем дегенше шаршап қалдым ғой. Аяғың кішкентай болса да тездеп жүреді екен, иә? Айчо, Дамили, неге көңіл күйің жоқ? Пробныйдан қанша бал жинағанды көрсең ғой. Бұдан нашар ешқашан тапсырмаған. Ол қайтесің, оны жай ғана сандар ғой. Тебе легко говорить, сен енді тапсырмайсың ғой. Сен де тапсырма. Зачем саған енді сен Францияға кетесің? Папа қоймай жатыр. Нормальный папа болып достарының алдында қызының миллион бал жинағанмен мақтанбақшы. Олай болса, формаңды берсейші папаңа, өзі тапсырсын. Жақсы болар еді. Неге ше, Дамили, сен
просто так ойнап жатсың. Вот мен сенің орныңда болғанда бар ғой, менің ата анам мені давно гений деп атаушы еді. Мақтанып тұтатын еді. Ал сен точно тапсырасың. Рахмет. Ты умеешь поднять настроение. Кстати, новенький қалай? Давай без драк на этот раз, хорошо? Жоқ, кешегі болған жағдай ол просто проверка. Негізі нормальный пацан. Ладно, обещаю, без драка. Надеюсь. Слушай, погода такая хорошая. Все-таки слышишь? Давай. Нет, на этот. О, фотик. Угу. Что? Қалай? Вернаш. А? Сын? Нам басас. Хорошо. Сишь хотя бы? Қараш қандай әдемі шықты. Мен де түсірші. Седан кешірші. Это последний кадр был, оказывается. Жаңасын сатып аламын деп ұмытып кете беремін. Ештеңе етпейді. Келесі рет түсіресің. Давай так. Келесі рет мені түсіретін кезде мен саған қайтарып беремін. Хорошо. Ары қарай өзім бара берейін. Неге? Үйіңе дейін әлі алыс қой. Өзім жетемін. Рахмет. До завтра. До завтра. Не мынау? Пап, мен... Не сан мынау деп тұр мен саған? Пап, мен бәрін түсем. Қандай сан тұр мына жерде? Айт тез! 86. 86 емес. Масқара бұл! 140-тан 86. Мен сені не, бүкіл репетиторларға 140-тан 86 алсын деп тасыдым ба, ә? Қайыржан, кішкене сабыр ет. Не деп сабыр сақтайсың? Не деп сабыр сақтайсың, ач? Не жетпейді бұл қызға? Не жетпейді саған? Не жетпейді, а? Көйлегің көп, тамағың тоқ, басында баспанаң бар. Ал біз бұдан бір ғана зат талап еттік. Дұрыс оқу. Қайда кеттің, дәмелі? Қайт деме саған? Дәмелі! Дәмелі, сен неге кетіп қаласың, а? Мен саған сөйлеп жатқанда неге кетіп қаласың деймін саған? Неменеге айғайламайын мен? Қалай айғайламайсың бұнда кезде? Мен бәрін түсем, Нені түздейсің, нені? дұрыстап оқиым. Оқу керек еді, бұрын! Екінші мен сөйлеп жатқанда кетіп қалушы болма! Сен маған айта бергенше ана қызына бармайды, оқысын де. Кішкентай бала ұқсап жыламай оқысын сабағын дұрыстап. Сен оған тым қаталсың. Тағы бастадың ба? Бұл үйде оның болашағын алаңдайтын менен басқа біреу бар ма, жоқ па өзі? Мен одан көп зат талап етіп отырмын ба? Мен оған дұрыс оқысын деп жатырмын. Сен оның қыз бала екенін ұмытып қалған сияқтысың. Шаң басқан парақтарда суретіңе көз салам, қансырама жүрегім жоқтама. Ең болмаса соңғы 90-да оянатын шығарсың. Ол сені бағалайма, сезіміңді жалғайма, солай ма? 10 жыл бойы үздік оқып,
Енді бітіретін жыл сені құдай атты ма? Не болды саған өзі? Не жетпейді, не жетпейді, а? Мен ментальмен сөйлескен естіп қалдым. Походу әкесі қысым жасаған. Пробныдан аз бал алдың деп. Вот. Жесть. Мен өзім ата-анамды тентектеп жүрсем. Мен онымен бірдеңе болып жүрген байқадым, бірақ бұндай жағдайға жетеді деп ойламадым. Мира, нені айтып тұрсың? Түсінбедім. Байқамадыңдар ма? Бір күнде біртүрлі болып жүрді ғой, депрессияда болған сияқты. Жібек, сенші? Көңілсіз жүрген байқадым. Бірақ оншалықты екен деп ойламадым. Енді не болады? Біз не істейміз? Задолбали уже! Не болды саған? Енті болды. Жоқ, айтыңдар, сендер шаршамадыңдар ма? Жылдар бойы сайрайтын осы енті. Енті анау, енті мынау, ентін дұрыстап тапсырыңдар. Ол сендердің болашақтарың болмайды. Күнде, әр минут, әр секунд сайын осылай миымызды кет. Соң не болды? Айтыңдаршы. Зидан бәріміз шок болдық, бірақ... Не, итіңді шығарды ұжына енті. Сендерде солай емес па? Білесіңдер ма не істеу керек екен? Ентін айыру керек. Максимальный балл алсақ ше, әрқайсымыз 140-тан 140. Заден тартпай тырысып көру керек. Бұлар енті жауаптарына қол жеткізе алатын адамдар. Осы түкке тұрмайтын пацандық намысымды қойып, барлық ішіңізді айтып беретін болсаң, саған ештеңе болмайды деп уәде беремін. Мен өз балаларымды ешкімге де ешқашан таптатпаймын.